Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ақбота, үйде отырған онлайн, көп балалы онлайн сетевой кәсіпкермін. Енді сіздермен бүгін өте керемет тақырыпты талдағым келіп отыр. Қоңыраушаны басып, подписацияны басып қойыңыздар. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Өте қызықты өзімнің практикамда болып жатқан, өзімнің жаңағы команда құрып жатқан тәсілдерімен сіздермен бөлісетін боламын, және де нәтижелерімен де бөлісіп отыратын боламын. Сетевой бизнестегі алғашқы 3 айға жоспар құрып үйренетін боламыз. Бүгін жалпы осы өте маңызды тақырыптардың бірі біздің бизнесіміздағы. Енді қараңыздар, өзінің ойын тоқтатып, күш қуатын жинап, тәлімгерін, яғни наставникін мұқият тыңдау керек. Алғашқы 90 күнде біз өзіміздің наставниктарымызбен қаншалықты білімді болсақ та, қанша дипломымыз болса да, қызыл дипломымыз болса да, еш нәрсеге қарамастан алғашқы 90 күнде біз міндетті түрде өзіміздің тәлімгерімізбен тығыз байланыста, яғни 24/7 байланыста болуға міндеттіміз. Сіз таңдаған наставник жүйесі бар, яғни системамен жұмыс жасайтын адам болуы керек, алгоритммен жұмыс жасайтын болғандықтан, бұл енді жұмысты 90 күнге жоспарды сіз сол наставникпен бірге жасайсыз. Яғни өзіңізге бір белгілі бір тапсырма беріліп, сонымен жасайды емес, кәдімгі сізге күнделікті 90 күн бойы сізді наставник сопровождать етеді. Үй жұмысын беру методикасы болады міндетті түрде, және де сізге сол 90 күн бойы не істейтініңіз сол наставнигіңізбен талқыланады. Ол жаңағы сіздің именно не үшін наставникпен талқыланады? Себебі сіздің бұл бизнестағы жалпы онлайн бағыттағы опытыңызға қарай, соның бәрін жаңағы таразыға сала отырып, наставнигіңіз жалпы сізбен сол 90 күнге бағыт жасайтын болады. Сол бағыт бағдармен күнделікті жаймен асықпай, нық жүретін қадамдармен жұмыс жасайтын боласыз, Одан кейін бұл жерде алғашқы кезде сетевой бизнеста жалпы новичоктарға, новичок болмасын, даже бұрын басқа бір жүйемен жасап келген болсаңыз, өзіңіздің бір фантазияңызды, өзіңіздің ойыңызды қосудың қажеті жоқ. Именно сол наставникті тыңдау керек. Енді тупо делать деп айтады ғой, орысша айтқанда, орыстар айтады, тупо брать и делать, дублицировать деп айтады, бірақ дублицированияның да дұрыс бағытта дублицированиясы бар. Дублицированияны сіз қалай, мысалға, бір адамды жалпы дубликация жасау мүмкін емес. Негізі әр адам өзінің табиғатымен бөлек, өзінің жаңағы адамды тарту энергетикасы бөлек әр адамның. Сол себепті дубликацияны жасау, адамды дубликация жасау жалпы мүмкін емес деп айтсақ та болады. Бірақтан системаны, жүйені, сол алгоритмі бар жүйені, осы системаны дублицирование жасауға болады. Яғни бір жүктелген бір жүйе, сол системаны қайталаймыз, Енді қараңыздар, сол айтқандай осы система бойынша тупо делать, просто тупо делать, орысша айтқанда, Өйткені сіз таңсық көріп, басқалардан сондай бір айырмашылығын байқап, соңғы 6-5 айдағы алдыңғы видеомда айтып кеткен болатын, алдыңғы видеоларымды көрмесеңіздер, көріңіздер міндетті түрде. Неге осы алдыңғы 5-6 айда айтып отырған себебім сол жерде бар. Алдыңғы сол 5-6 айдағы нәтижелерін көріп, соған қызығып келген наставнигіңіз дәл осы бағытта, осы системада, осы алгоритммен, осы жолды жүріп өткен. Сол себепті сізге де сондай бағдар беріледі. Сіз өзіңіздің фантазияңызды қосатын, өз ойыңызды айтатын, өзіңізше бір өзіңіздің бизнесіңізді бір өзіңіздің жаңағы масштабировать етіп жасайтын кез келеді. Міндетті түрде әр адам бұл өзінің масштабный бизнесі, өзінің империясы, ол и так-та айтылады. Сіздің наставнигіңіз арқылы айтады. Мен де айтам, бұл бизнес менің бизнесім емес. Бұл бизнес енді сіздің бизнесіңіз. Енді сіз бұған қаншалықты тер төгетініңіз, қаншалықты энергияңызды жұмсайтыныңыз, қаншалықты уақытыңызды, қаншалықты бұл бизнесті жүрегіңізбен баурап, от сердца жасайтыныңыз, бұл сіздің бизнесіңіз деп мен айтып түсіндірем оны да, мысалға, маған келген адамдарға. Дәл сол сияқты, мысалға, сіздің өзіңіздің бір
жаңағыдай ерекшеленіп жүргізетін кезіңіз болады. Міндетті түрде ол кезге жетесіз. Үнемі өмір бақи наставниктің айтқанымен жүрмейсіз. Сіз кәдімгі өзіңіздің қанаттарыңызды жайып, өзіңіз ұша алатындай дәрежеге жеткенге дейін наставник сізге не үшін керек? Бағыт бағдарды жасап, сол бағытта сіз ары бері тайқып, жолдан тайқып кетпес үшін сізді сол осы жолмен жүр деп ұстап отыратын, туда нельзя, сюда можно деген сияқты сондай. Өйткені сол жолмен жүріп өткен, құлайтын жерде құлаған, сүрінетін жерде сүрінген уже ол адам, иә. Міне қараңыздаршы, наставниктер былай болады, иә. Бір адам 2 жыл жүріп, бір нәтижеге жетеді. Оның артынан келген адам неге 1 жылда жетеді нәтижеге? Өйткені ана наставник 2 жыл бойы жасаған ошибкаларын өзінің артынан келген адамға жасатпауға тырысады, иә. 1 жылда жасаған адам нәтижені уже жарты жылда жеткізеді адамдарға, иә. Ал одан кейін мысалға жарты жылда жасаған адамдар 1,5-3 айда уже лидер шығарады арттарынан. Неге? Себебі өзі жасаған ошибкаларды уже ана адамға жасатпайды, понимаете? Сол үшін наставник керек, міндетті түрде. И ол наставник именно соңғы 5-6 айдағы жұмысын көрсете алатын наставник болу керек. Кәдімгідей уже барлық жағдайы жасалған, барлық коттедждары, самолеттері, бәрі уже 24 елге барып келген наставник емес. Сол қадамдарды енді жасап жатқан наставник керек. Оның себебін алдыңғы видеомнан көріңіздер, неге олай айтып отырғанымды түсінесіздер. Сол себепті бізде мысалға ол үшін біз нені еске түсіреміз? Мысалға, біз бәріміз мектепке жаңадан келдік, жаңадан партаға отырдық, 1 класс, А әрпін жазып үйрендік. Жалпы А әрпін қалай жазып үйренгеніміз естеріңізге түсіріңіздерші. Бізге бір мынандай бағытта берілді ғой, А әрпін, мысалға бүйтіп жазу деген сияқты, былай, бұрынна 80-ші, 79-77 жылдығылар білет қалай А әрпін біз қалай жазғанымыз. Қазір ғой балалар бүйтіп жаза салады, бүйтіп ортасына бір сызықша қойып. Біз былай бүйтіп тұрып бүйтіп жазатынбыз, аны, Міне қараңыздар, сол кезде бәрімізге бір бағыт берілді, Сол аны біз бірнеше рет біз мысалға, қош мен мына жазамайды, мен мына дөңгелегін жасай алмаймын, мен мынада бұралқы, все, не могу я деп тастап кеткен жоқпыз ғой. Біз соны жаздық, жаздық. Біреуіміз жылап үйрендік, біреуіміз қуанып үйрендік, біреуіміз еңіреп үйрендік, әйтеуір сол алфавитті үйрендік, жазуды үйрендік, оқуды үйрендік. Міне сол сияқты. Кейін уже барлық әріптерді жазып, уже біз оңай уже сөзді жаза алатын болған кезде, уже кәдімгідей қаламсапты алып, кәдімгідей әдемілеп өзіміздің дизайнымызды салып тұрып жазатын болдық, Міне сол сияқты біз әркім өзінше жазатын болады. Әркім өзінің империясын, өзінің бизнесін өзінше, өзінің бір ерекшелігімен жүргізетін болады. Но бірақ сол бағытқа жеткенше біз жаңағы скелет қой, былайынша айтқанда, жаңағы алфавитті әйтеуір общий үйретіп жіберу, мысалға, сол сияқты бұл жерде де общий осы скелетті о чем, о том, соның бәрін үйрену сіздің міндетіңіз. Оны үйретіп, сол қаңқаны беру, үйретіп, сол дұрыс бағытта жасату, ол сіздің наставнигіңіздің жаңағы жұмысы, Сол себепті соны мысалға дұрыс жасау. Енді сол алғашқы 90 күн бойы, ал 90 күн деп неге айтамыз? Өйткені именно сетевойда алғашқы 90 күнде уже нақты сіз осы саланың прямо специалисті, маманы болып шығасыз. Алғашқы 1,5 ай, алғашқы мысалға 45 күніңіз сіздің оқу барысында жұмыс жасауға, сізге күнделікті тапсырма берілгеннен кейін, сіз күнделікті сол тапсырманы жасайсыз. Бір тапсырманы тупо жасай бересіз деп айтып тұрмын ғой, соны жасай бересіз. Әйтеуір оның қайдан қалай нәтиже келетінін білмейсіз әлі. Әйтеуір сізге наставник айтады, бүйтіп жасау керек, ертең осы нәрседен нәтиже келеді дейді. Соны бұлжытпай жасап, мысалға, өз ойыңды қоспа, қалай беріліп жатыр солай соны жасайсыз. Алғашқы 1,5 айда фундамент құйылады, білім келеді, одан кейінгі 45 күнде сіз уже действительно не жасағаныңыздың нәтижесін көре бастайсыз. Сіз мынау былай екен ғой деген сияқты уже сіз уже командамен жұмыс жасайтын боласыз. Сіз уже 90 күнде уже сіздің уже кішігірім командаңыз болады. Уже кішігірім айлық алып отқан адам боласыз, Сол себепті адамды айлық команда өсіреді ғой жалпы, товар оборот көтерілетін болады мысалға, сіз уже біраз нәрсені білетін боласыз. Сол себепті сол именно 90 күн сондай керек, наставник керек, жүйе керек, алгоритммен жұмыс жасау керек. Енді осы видеоны көріп отқан болсаңыз, сіз де жүйелі бизнеске ойыңыз кетіп жүрген болар, Қызығушылығыңыз бар шығар. Егер де менің соңғы 6 айдағы нәтижемді көріп, мысалға, мен сізге нәтижемді көрсете аламын. Менің соңғы жалпы нәтижелерім қазіргі таңда уже маған осы айда тағы да 2 мемлекет қосылды. 10 айда 9 мемлекетпен
мемлекеттен халықаралық команда құрдым. Және де соңғы қараша айындағы менің чегім 480 мың теңге болды. Командамда қазір 200-ден аса адамдар бар. Және де белсенді артымнан келе жатқан 3 топ лидерім бар. Белсенді командамның алдында 12 өсіп келе жатқан лидерларым бар. Яғни осы нәтижелерімнің бәрін, осы кейстарымның бәрін сізге мен көрсете аламын. Және де осы кейстарым арқылы сізді де өсіре аламын. Менімен егер де сізге осы нәрсе қызықты болса, менің командамның мүшесі болғыңыз келсе, менің командамның мүшесі болу арқылы осы білімнің бәрін тегін алуыңызға болады. Менімен бірге жұмыс жасағыңыз келсе, осы видеоның астында өзіңізге ыңғайлы сілтеме арқылы өтіп, менің жекеме консультация алғым келеді деп жазыңыз. Сіздермен болған мен Ақбота. Подписация етіп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алда әлі де өте пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Барлықтарыңызға сау болыңыздар.